Жүректі ауыртатын ең ауыр сөз: біз мәңгі жаныңда жүрмейміз, балам. Адам жайдан-жай суып алыстап кетпейді ғой. Не сөздерден, не тірліктерден көңілі ауырады, ал көңіл қалса бәрі бос. Өмірде адамдарды түсіну қиын, мейірімді, бәріне үндемей ғана көне беретін ақкөңіл болсаң, жақсы сөйлеп жүреді. Сәл қаталдау бола қалсаң, сол мезетте жақпай қаласың. Адамның бетіне айталмаған сөздерді артынан айтқаннан не пайда? Дос секілді болып көрінгендердің бәрі дос бола бермейді. Кейде адам еш кінәлі болмаса да кешірімді бірінші болып сұрайды, арадағы байланысты бағалай білгені үшін. Уәде орындалмаған жерде және жалған махаббат бар жерде өмір сүргенше жалғыздық ғұмырын кешкен әлде қайда жақсы. Кейде ішің толып қалғанда мән беріп түсініп тыңдап отыратын адам болса ғой деп тағы күрсініп қоясың. Өмірде ата-анамыздың бізге деген кіршіксіз махаббаты мен бауырларымыздың адалдығынан артық шынайылық жоқ. Егер бір нәрсе жүрегіңнің тыныштығын бұзса, одан бас тарт, өйткені Алла ол нәрсенің саған қайырлы болмайтынын білгені үшін саған белгі беріп тұр. Күні бойы үйге де кірмей, үйге кірсе сосын шығармай қояды деп ештеңе жемей суға тойып алып ойнап жүре беретін кездерді де сағынады екенсің. Сыртымнан сөйлеп жүретін адамдарға сыртымнан ұрып соғуға да рұқсат. Бәріне ұнауға тырыспа, сен зат емессің. Не істегің келсе, өзің үшін нені дұрыс деп білсең, соны істе. Сөз ететін адамдар ештеңе істемей отырсаң да сөз етеді. Кейде білемін деп жүрген адамың мүлде басқа адам болып шығады. Ақылды тыңдасаң, жүрегің ауырады, жүрекке құлақ ассаң, ақыл кері тартып тұрады. Бір кем дүние. Көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер шешпейді сенің тағдырыңды. Есеюді қатты қалаған бала қазір жүр балалығын қайтара алмай. Жүректе алып жүруге лайықты адамға ғана жүрегіңнен орын бер. Сен қалаған нәрселердің барлығы басқалардың көңілінен шығуы міндетті емес. Өз көңілің толса, өзіңе ұнаса болды ғой бастысы. Айналаңдағы адамдардың барлығының қамын ойлаймын деп, мына өмірде өзіңнің де бар екеніңді ұмытып кетпе. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдар табылады. Әркімге ақталып жүйкеңді босқа шаршатпа. Түсінбейтіндер бәрібір түсінбейді. Кейде адам ештеңе өзгермейтінін білсе де, бәрібір күтеді. Сен ешкімнен айырылған жоқсың. Бар болғаны сені бағаламайтын адамды өмірдің өзі алыстатты. Өмірде бір адамға қаншалықты сенсең, соншалық сол адамнан көңілің қалады екен. Ешқашан айналаңдағы адамдарға өзіңнің әлсіз тұсыңды көрсетпе, басынады. Интернет әлеміндегі болып жатқан дүниелерді кез келген уақытта тауып алып көру мүмкіндігі бар. Ал жақын жандарыңа бөле алмаған уақыттарыңды артқа қайтару мүмкіндігі жоқ. Өміріңнің әрбір бағалы уақыттары дәл осылай өтіп кетуіне жол берме. Өмір тым қысқа. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай жүр. Ал басқалардың пікірі ең соңғы орында тұра берсін. Әйел адам өзін сүйікті сезінсе, мейірленіп айналасына нұр шашады. Алла не тарту етсе де қайырлысымен берсін. Бір адамды таңдағанда әртүрлі пікірлер айтылатыны сөзсіз, бірақ арадағы жылулықты тек бір-бірін ұнатқан жандар ғана сезінеді. Бақытқа жету жолында ешкімнің пікіріне ерме, жүрегіңнің үнін тыңда. Өзгенің көңілі үшін өзің қаламаған жауапты айтуға және өзің қаламаған нәрсені біреудің қалауы бойынша істеуге міндетті емессің. Уайымдама, әр нәрсенің өз қайыры бар. Алла пендесінен несін алса, оның орнын одан да жақсы нәрселермен толтырып береді. Адам біреуді жоғалтқанда ғана оның өзі үшін қандай қымбат әрі бағалы болғанын түсінеді.